Oo, da. Bir, iki, oğunga, sap kademe aldı adım, bas. Ата-аналар, оқушылар, арайлы жаздың 3 айын мазмұнында мәнді өткізіп, сағынышпен Алтыныя мектебімізге оралып отырған оқушыларды жаңа оқу жылымен құттықтаймыз. Алғашқы қоңырау демекші, елімізде қоңырау сыңғырының үні 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап естіліп келеді. Ағартушы ғалым, педагог Ыбырай Алтынсарин балаларды оқу өлімге шақырып, және осы тарихи тұлғаның арқасында алғашқы қоңырау соғылды. Ол кел балалар оқылық өлеңінде жастарды білім алуға шақыра отырып, оқу, өнер, ғылым, білімнің жалпы халық үшін даму жолы екендігін насихаттады. Ал 20 ғасырда қазақ балаларының сауатты болуына, білім алуына ағартушы ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы үлкен үлес қосты. Ұлт зиялысы білім арқылы ұлт мәдениетін көтеруге және тіл тазалығын сақтауға ден қойды. Ол мұғалім балаға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білуі, баланың табиғатын біліп, оның көңіл сарайын танитын болуы, баланың ісіне, түсіне қарап, ішкі халінен хабар болу керектігін тұжырымдаған. Тәуелсіз Қазақстанда мемлекет басшысының 1998 жылғы 20 қаңтардағы номері 38-27 жарлығымен 1 қыркүйек білім күні деп белгіленді. Ендеше білім күні құтты болсын. Алғыстарым көп менің.
Оқу білім тәрбие, ой санама еккенім. Қуанышпен береке, бағысасып тірәлем. Мектепке келген аласқа, зат досым саған мың сәлем. 1 қыркүйек күнімен, аңқан жопа гүлімен, келбем қарсар мектебім, сүйкімді қоңырау үнімен. Биыл мен де мектепке біріншіге барамын. Мақтанбаймын метеке, дайындап кел қаламын. Мектепке енді баламыз, біз оқушы боламыз. Дақсы оқып сабақта келіп естік аламыз. Ална келіп ұстазым, тұңғыш қалам ұстадым. Гүлім деген өзінден, миым анда сезіндім. Отанның біз ұл-қызы, халықтың біз жұлдызы. Оқимыз ақын жырларын, оқимыз еңбек сырларын. Сыңғыр вайды, сылдыр вайды, мектеп шақта қоңырау. Ұмытпаймыз бұл бір айды, гүлге толы омырау. Білім кебек бәріне, балалардың бәріне, білім болмаса егерде, жолың болмас өмірде. Білім кебек әрқашан өмір бойы бәріне. Мектеп менің мектебім, ақылсыздар шектедім. Білімді мен дос болып, сенен аттап өтпедім. Сабағымды сақтаймын, сабағымды баптаймын. Бізді күнде мектепті ешбір жерден таппаймын. Түнгі аспанға тамсанып күтіп таңдарды, құс жолына жаздым арманды. Өзен көл мен тауларын сүйіп орманды, болашаққа аштым жолдарды. Өмірге болып ғашық, алғаш қадам бастым, отаным деп сені таныдым. Сенде туып өстім, сенде бақыт кештім, туған елім артық қадірім. Көліңде, шөліңде, көліңде самғаймын, ұланым, қыраным болып сені қорғаймын. Әнімді, жанымды, барымды армаймын, бәрібір сені таңдаймын. Кең даласы жазира байтақ керілген, бабалардан мұра берілген. Перзентіңнің бауырыңда өскен сенімен, ертеңіме қарап сенімен. Көктен гүлін теріп, алғаш қолым мініп, асыр салдым әсем далаңда.
мектебіміздің директоры Гүлнұр Әскербекқызы Піржановаға, еңбекші ауданы аппаратының бас маманы Атаев Жақсылық Төреханұлына, Береке бастауыш партия ұйымының төрайымы Әлия Сабитоваға, ардагер ұстазымыз Ахмет Мұғалімге, ата-аналар комитетінің төрайымы Хатира Аманбаеваға, ұстаз жолы журналының редакторы Ұлжан Миятқызына сөз кезегін беремін. Саламатсыздар ма, құрметті мынау 68-ші мектептің басшылары, ұстаздары, қызметкерлері, сіздерді мынау басталып жатқан бірінші қыркүйек білім күнімен құттықтаймын. Құда қаласа, мынау өзім бүгін 2 немеремді сіздерге жетектеп келдім. Жаңа Қазақстанды құратын бір жақсы білімді, озық ойлы азамат тәрбиелесін деп. Қазір мен мынау гимнді естіп, гимнді денем түршігіп тұрда, Жұмекен Нәжімедиев деген кісіні мына авторы осы өлең жазған. Кезінде көп бірге сылыңғыр ғана қара жігіт еді. Мынау ән жазған Шәмші Қалдаяқпен де бірге болдым. Осы сендер сияқты басшы болып жүргенде ол кісіні студенттерменен кездесуге бірнеше рет шақырдым. Санаторияда жатты Гагарин деген жерде. Қазір қарасаң жаңағы ойлаймын да таудың жаңа биіктігі қасында тұрғанда білінбейді, алыстағанда білінеді деген. Қазір мынада сол кісінің жаңа жазған өлеңіменен әнін гимнін тыңдап тұрып мен денем түршігіп тұр. Құда қаласа сендерден де осы Гүлнұржан мына балдарды осындай азамат тәрбиелеп шығарады деп ойлаймын енді. Онан кейін тағы бір жаңағы Пушкин өмірінде орыстың сөзінде бір-ақ сөз қосқан екен. Мынау кім жүрсе біледі, Ленинград пенен Москваның арасы поезд тіке жүреді, кесік жол жоқ. Бір көлдің үстінен өтеді. Суға не деп атаймыз деп талас болғанда тұрып Пушкин айтқан екен, давай жаңағы стрела деп қояйық деп жаңағы. Садақты не дейді, орысшасы қазір сол аталады. Сол сияқты мен бір нәрсені айтайын деп тұрмын, мұны сөз берсем сөз көп. Мына класстарын өте көп екен, бірінші класстарын. Енді А, Б, Ж, Г деп жатпай, Гүлнұржан, бірінші класста мысалы А классына Аймауыттың атын берсеңдер, Б классына Байтұрсыновтың атын берсеңдер, Ш классына Шәкәрімнің атын берсеңдер, сол класста сол кісілердің өмірбаяны менен әлгі нелер тұрса, ақылды сөздері. Соны әрбір кірген адам анаған қарап Шәкәрімнің есін алады, оның сөздерін есін алады. Даже ұстаздардың өзі содан көп нәрсе үйренеді деп ойлаймын мен осыны қосайын деп жатырмын. Одан кейін енді сөзді көбейтпей-ақ қояйын, Гүлнұр. Бір осыдан қазір есіме түсіп тұр, 23 жыл бұрын осындай бір кездесуге шақырған еді. Сонда бір 5 минуттық сөзді дайындап келсінші деп маған тайындаған еді. Сол сөз қазір есіме түсіп, мен қалтама салып алып келдім, мына қарап. Сен кейін оқып бересің мына, керек болса. Бәрінде жаңа оқып жылдан құттықтаймын. Мына тұрған ата-аналар, балдарыңыз сол Шәмші сияқты, Жұмекен Нәжімедиев сияқты, Ахмет Байтұрсынов сияқты, Аймауыт сияқты ұлы данышпан кісілер болып жетіле берсін. Жаңағы Алладан түйе сұрасаң бие береді дейді ғой. Барлығы азамат. Осы біздің Азат микроауданынан шықты деген атты келешекте бәріміз мақтанышпен еске алып отырайық. Рахмет. Ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі 1 қыркүйек білім күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы сіздерге ол білім алып келсін дегім келеді. Осы 68-ші жалпы орта мектептің ұжымына сәттілік тілеймін. Не дейді? Бүгінгі мынау жаңадан 1 классқа, 1 сыныпқа қадам басып отқан 1 сыныпқа қадам басып отқан бүлдіршіндеріміз қадамы оң болсын дегім келеді. Сәттілік тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Бүкіл Қазақстан 1 білім күнін тойлап жатыр. Тойымыз құтты болсын. Жаңа оқу жылы құтты болсын ағайын. Саламатсыздар ма? 1 қыркүйек білім күнімен барша ұстаздарды, оқушыларды құттықтаймын.
осы кезекте аудан әкімінің алғыс хатын құрметті Пірімжанова Гүлнар Асқарбекқызына сізді білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз бен жарқын болашағымыздың басты құндылығы білімді адамды тәрбиелеу болып табылады. Сізге қызметтік міндеттеріңізді абыройлы атқарып, шәкірттеріңізді білім нәрімен сусындатып, рухани адамгершілік бағытта тәлім тәрбие беріп, сапалы білім беру саласына қосқан үлесіңіз бен кәсіби шеберлігіңіз үшін алғыс білдіремін. Еңбекші ауданы әкімі Досбол Есілбек. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, оқушылар, мектеп ұжымы. Бүгінгі бірінші қыркүйек білім күнімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Мынау табалдырық атап отқан бүлдіршіндеріміздің зейіндері ашылсын, тек биік шыңдардан көріне берсін. Дендеріңіз сау болсын. Барлықтарыңызға тек сәттілік тілеймін. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі мерекелеріңізді құттықтаймын. Мынау сіздерге жаңа осы оқу жылында үлкен табыстарға жетуге тілеймін. Мына Құдай қаласа мектебіміздің жаңа құрылысы бастала беруге тілектеспіз бәріміз. Құдай қаласа жақсы ниеттердің бәріне қосыламын. Рахмет сіздерге. мектептің ұстаздары, шәкірттері бүгінгі мерекемен барлықтарын шын жүректен құттықтаймын. Мына ұстаздық еткен жұмыс істеп жатқан сіздердің сіздер жүректеріңіз сақтайды деп ойлаймын. Себебі олар әр тарапта әртүрлі маман иесі болып жүр. Сол енді мына кеткен оқушылар қадамы құтты болсын. Осы жерде жақсылап тұрып білім алып, Құдай қаласа біздің жаңа Қазақстанымыздың жаңағы көтеріп, жақсы білім ала берсін. Мына осы сізге көп рахмет. Құдай қаласа осы мектепте жақсы табыстарды, жақсы көрсеткендер көре берейік. Барлықтарыңызға ашық аспан болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әр уақытта осы бала шағалардың қызығын көріп жүре берейік. Барлықтарыңызды құттықтаймын шын жүректен. Құрметті ұстаздар, қадірменді оқушылар, ардақты ата-аналар, барлықтарыңызды бүгінгі 1 қыркүйек білім күні мерекесімен құттықтаймын. Әсіресе жүректері толқып, мектеп табалдырығын аттаған мына 1 сыныптың бүлдіршіндері. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тарыдай болып кірерсің, таудай азамат боп, 11 класстың ағасындай боп шығасың ертең. Ал мектеп бітіруші түлектер, алда қандай арман тілектеріңіз болса, бүгінгі күнгі ойлаған ойларыңыз болса, сол ойларыңыз орындалсын. Жадыраған бүлдіршіндер, жазғы күндеріңіз сәтті өткізіп, бар күш-қуаттарыңызды білімге арнап, білім жолында ешқашан қалмай еңбек етулеріне тілектеспін. Мереке құтты болсын.